Сыбайлас жемқорлық бабымен сотталғандардың шартты жазамен босауына қатаң тыйым салу қажет. Тіпті олардың болашақта шет мемлекеттерге шығуын заңмен шектеу керек. Сонда ғана шетел асқан қаржы Қазақстанға қалады. Иә, ал Алматы облысына жұмыс сапары барысында ақжолдықтар осындай ой айтты. Партия өкілдері Нұржол кедендік өткізу пунктінде болып, жүк көліктерін Қазақстан-Қытай шекарасынан өткізу тәртібімен танысты. Алаш идеясын ілгерілету, парламенттік басқаруға көшу, сыбайлас жемқорлықпен күрес, әлеуметтік ахуалды жақсарту, әділ сайлау өткізу, орта және шағын кәсіпкерлікті қолдау. Бұл ақжолдықтардың сайлау алды бағдарламасының жобасы. Бүгін партия өкілдері Алматы облысында бас қосып, қараша айының 20 күн өтетін 16-шы құрылтайына делегат сайлады. Еліміздегі дәулетті азаматтардың шетелдік банктерде сақталған 180 миллиард доллары Қазақстанның игілігіне жұмыс істеуі тиіс. Халықтың қаржысын жымқырған жемқорлардың болашақта шетелдерге шығуына заң тұрғысынан жол бермеуіміз керек дейді партиялықтар. Біз осындай әрекеттерге әрине кедергі салуымыз керек. Егер тіпті мына бостандыққа шықса да бұл жемқорлар, оларға біз егер шетелге шығуға мүмкіндік бермесек, олар сол ақшаны елге қайтаруға мәжбүр болады ғой. Бұл әлі идея ғана. Оны әрине мына заңға шейін, талапқа шейін әлі біз дұрыстап пысықтыруымыз керек. Партия өкілдері Нұржолы кедендік өткізу бекетінде болып, жүк көліктерін Қазақстан-Қытай шекарасынан өткізу тәртібімен де танысты. Шекарадан өте алмай кезек күтіп тұрған жүргізушілер ақжолдықтарға арыз шағымдарын айтты. Алдын көре алмаймыз компьютердің, я артын көре алмаймыз. Бір список тұрады, айтыр мен 41-ші болып тұрмын ба, әлі 41-ші болып тұрмыз. Вообще жылжығанда жоқ бір орны. Қанша күн болды сіздің тұрғаныңызға? Мен 10 машиналарыма 84 күн болды. Көлік логистикалық орталығының мамандары электронды кезек жүйесінің асығыс жасалғанын және оның жетілдіруді қажет ететін тұстары көп екенін мойындады. Хотел бы сказать, идет очень много нареканий по ней. Иә, электронды кезек жүйесі өте асығыс жасалды. Қазір біз оны жетілдіріп жатырмыз. Ол жуық арада дұрыс жұмыс істей бастайды. Қазір Қытай жағынан пандемияның болуына байланысты санитарлық нормаларды күшейтті. Сондықтан күніне бұдан бұрын 200-ден астам автокөлік кірген болса, бір бекеттен қазір 50-60 автокөлік кіруде. Электронды жүйеде 7000 көлік кезекте тұр. Жүргізушілер күніне 15-17 көліктен ғана өтетінін айтып, партия өкілдерінен көмек сұрады. Ақжолдықтар Нұр-Сұлтанға барған соң аталған мәселе бойынша үкіметке депутаттық сауал жолдайтынын жеткізді. Ардақ Айбарлы, Олжас Байбосынов, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан.